Бітті. Әй, Аян, не істедің, балам? Қоқысты жерге тастауға болам екен? Бір кішкентай қағаз ғой, ата, не болады одан? Бір қағаздан орман қоқысқа толады, балам. Табиғатта жылайды ғой. Қаласаң, мен саған бір ертегі айтайын. Бір балада сен сияқты табиғатты байқамай ренжітіп алған екен. Бірақ кейін ол бәрін өзгертті. Шынымен бе? Ол қалай өзгерткен? Тыңда, балам. Бұл табиғат перісі Айна мен батыл бала Аянның ертегісі. Баяғыда жасыл орман ішінде өмір қайнап жататын. Құстар ән салып, жануарлар еркін жүретін. Бірақ бір күні орманның тынысы өзгерді. Достар, қараңдаршы, күн қандай тамаша. Кеттік, доп ойнайық. Орман іші қандай әдемі. Айнала толы гүл мен көбелек. Доп домалап кетеді, Аян артынан жүгіреді. Қайда кетті екен? Мына сайға қарай домалаған сияқты. Мынау не болды? Орманның іші неге қоқысқа толып кеткен? Аян алғаш рет табиғаттың жараланып, жылап тұрғанын көрді. Сәлем, Аян. Мен табиғат перісімін. Адамдар орманды ұмытып, қоқысты бейберекет тастай бастады. Құстардың ұясы бұзылып, аңдар мекенінен айырылды. Бұлай болатынын білмедік. Біз не істей аламыз? Бәрі сендердің қолдарында, балам. Табиғат сендерге қарап тұр. Бұтаның арасынан ашулы қасқыр шығады. Менің інімнің аузы қоқыспен бітеліп қалды. Су тартылып, аңға шығатын жолым жабылды. Адамдар неге бұлай істейді? Қызылқұлақ, сабыр ет. Балалар табиғатты қалпына келтіреді. Үміт бар ма, Айна? Үміт әр жүректе бар, егер қамқорлық болса. Сәлем, достар. Мен судың аруымын. Су тіршіліктің көзі. Егер қоқыспен улану жалғаса берсе, өзен кебеді, орман құрайды. Аян, біз бұған жол бермейміз. Су өмір. Онда суды, жерді, ауаны таза ұстайық. Балалар, табиғат сендерге өмір сыйлады. Бірақ сендер оны қорғамасаңдар, ертең болашақ болмайды. Әр тал, әр өзен сендердің достарың. Шынар атаның дауысы орманның түкпір-түкпіріне тарады. Аян, көтеріңкі дауыспен. Достар, табиғатты қорғау біздің қолымызда. Кеттік, орманды тазалайық. Барлық балалар, кеттік. Қолғап киіп қоқыс жинай бастайды. Қасқыр көмек береді. Балалар мен жануарлар бірігіп орманды тазалады. Су қайта мөлдірленді, ағаштар жапырақ жайды. Табиғат қайта күлімсіреді.
Табиғат қайта күлімсіреді. Жанар суды тазартады, айна күлімдейді, құстар ұшады. Табиғат сендердің мейірімдеріңді сезді. Болашақ сендердің қолдарыңда. Аян күліп: біз табиғатты аялауға уәде береміз. Барлығы бірге. Табиғатты аяла, өмірді сақта. Балалар табиғаттың жаңарғанын сезініп, орманның ішінде қайтадан ойнауды жалғастырады. Құстар ән айтып, гүлдер жайқалып, табиғат қайта тірілді. Аян мен достары доқты теуіп, бір-бірімен қуана ойнап жүр. Олар орманның таза ауасында, жапырақтар арасындағы тыныштықта балалық қуаныштарын бірге бөліседі. Балам, орман біздің үйіміз. Қоқыс тастау, оны ластау. Жердің өзінде де жаны бар. Оның табиғатын құрметтеуіміз керек. Әрбір жапырақ, әрбір гүл табиғаттың бізге берген сыйы. Біз оны қорғауымыз керек. Қалай ойлайсың? Табиғат бізге осындай сұлулықты берсе, біз оны сол күйінде сақтап қалуымыз керек емес пе? Енді Аян, сен қоқыс тастаған жердің түгін көрдім, солай емес пе? Мұндай нәрселерді әрқашан тазалап, орманды қоқыстан тазарту керек. Бірақ бұл тек бізді ғана емес, барлық тіршілікті қорғау дегенді білдіреді. Сенің әрбір ісің табиғатты өзгерте алады. Сондықтан, енді орманды таза ұстау үшін тек өзің емес, айналаңдағы достарына да үйретуің керек. Табиғаттың жанынан өту үшін сен оған қамқорлық жасауың керек. Атасының сөзін тыңдағаннан кейін Аян ойланып, аздаған уақыт тыныштықта отырды. Оның жүрегі табиғатқа деген жауапкершілікті сезінгендей болды. Бір сәтте ол орманды, оның сұлулығын және оның бізге беретін мүмкіндіктерін тағы бір рет түсінді. Ата, мен енді ешқашан қоқыс тастамаймын. Табиғаттың әр бұрышы бізге өмір сыйлайды. Сондықтан оны қорғау менің міндетім. Міне, мен орманды тазалап, қайтадан таза ұстаймын. Қазірден бастап мен әрқашан табиғатты құрметтеймін. Аян атасына қарады да күлімдеп: мен достарыма да айтатын боламын. Бірге орманды таза ұстаймыз. Атасы баласының көздерінде шынайы сезімді көріп, жымиып: мен сенің бұл сөздеріңді естігеніме қуаныштымын, балам. Табиғаттың қадірін түсіну ең маңызды нәрсе. Тек адам ғана емес, барлық тіршілік иелері табиғаттың бөліктері. Әрбіріміздің дұрыс әрекетіміз орманның тіршілігін сақтап, оның сұлулығын бізге ұрпақтан ұрпаққа жеткізуге мүмкіндік береді. Егер сен осыны түсініп, табиғатты қорғауға шешім қабылдасаң, онда сен болашақтың тірегісің, Аян.